Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін асқабақ қосылған манты пісіреміз. Бізге керегі фарш, асқабақ, чеснок және жуа. Алдымен фаршқа чесногымызды езіп салып аламыз. Бір немесе 1,5 ас қасық тұз қосып, қызыл қара бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қызыл бұрышты байланбай қойсаңыздар да болады. Ендігі кезек жуада. Жуамызды жақсылап фаршпен қосып араластырып аламыз. Енді асқабағымызды салып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Салмамыз дайын. Тұз, шемішке май, жұмыртқа қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымызды 2 немесе 3-ке бөлеміз және жұқалап жаямыз. Жайған күлшемізді ұқтауымызға орап, видеода көрсетілгендей кеспелерді кесіп аламыз бірдей қылып. Кеспелерімізге салмамызды салып, манты түйеміз. Майланып қойған мантаваркамызге манталарымызды салып, 45 минутқа отқа қоямыз. Мантамыз пісеміз дегенше тұздығымызды дайындап аламыз. Сәбізіміз үккіштен өткізіп, жуамызды ұсақтап турап, қызып тұрған майда қуырып аламыз. Алдымен жуамызды қуырамыз, татымына қарай тұз, бұрышымызды саламыз. Сәбізімізді салып, оны да араластырып отырып қуырып аламыз. Тұздығымыз дайын. Манты өте дәмді болып пісті. Тұздықпен әсемдеп дастарханға ұсынамыз. Осы рецептпен манты пісіруге кеңес беремін. Ас болсын. Менің арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.